Армысыздар ардақты ағайын, құрметті тыңдармандар, назарларыңыз салғандарыңызға рахмет. Бүгін біздің тақырыбымыз Ұлы даланың жеті қырлы бағдарламасы бойынша, соның ішінде жібек жолы туралы болмақ. Жібек жолы бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат маталар патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылған. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен Араб, кейінгі жылдарда Европа мен Русьтен осы елдерде өндірілетін саудалар да тасымалданды. Жібек жолы бойында тұрған Отырар, Тараз, Сайрам, Түркістан, Баласоғын және тағы басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар Ұлы жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Жібек жолы термині кейіннен енгізілген, ал жолдың өзі ежелгі жібек жолы термин неміс географы Фердинанд 1877 жылы енгізген. Ол бұл сауда жолы туралы Қытай туралы жазған кітабында айтып өткен болатын. Ұлы жібек жолының қашықтығы 12 000 шақырымды құрады. Сондықтан саудагерлер мұндай қашықтықты толық жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысып жүріп жолдардың ортасында өз тауарларын ауыстырып алып отырған. Жібек жолы сүрлеуін жылқы салған. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мата, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Ұлы жібек жолының пайда болуының арқасында қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игерді. Шеберлер мен темірден жасалған бұйымдарды жасау ісін шығыстан, олшыны жасау ісін батыстан үйренді. Қытай аңыздарында жібек жіпті ең алғаш болып Си Линг Чи патша ханым алған делінген. Аңызға сүйенсек, патша ханым шай ішіп отырған кезде оның шын аяғына ағаштан жібі шығып тұрған құрт түсіп кетеді. Сөйтіп патша ханым құрттың жібін тарқатып алып, осылайша алғашқы жіб алынады. Тасымалдың қарқындылығы жібек жолындағы кейбір қалалардың арнайы уақыт кестесін белгілеп отырған дәлелдейді. Мысалы, керуендер Қытайдың Лоян қаласынан алдыңғы керуеннің шыққанда бір апта өткеннен кейін бірақ қозғалған. Бүкіл Евразия арқылы саяхаттаған саудагерлер технологиялар, діни ілімдер туралы айтып, мәдениетімен бөліскен. Сапарға саудагерлер ғана емес, жазушылар, жауынгерлер де, ғалымдар да аттанған. Ұлы жібек жолының тарихы өте көне. Европа осы бағытпен жүріп өткен саяхатшыларының арқасында ғана шығыстың мәдениетімен танысты. Мысалы, оқ-дәрі алғаш Қытайда ойлап табылды, бірақ европалықтар бұл туралы білгеннен кейін ғана алғашқы қару-жарақ пайда болды. Ұлы жібек жолының қысқаша тарихы осылай. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сонау бабаларымыздан бері жалғасып келе жатқан осынау Ұлы жібек жолының елбасы Ұлы даланың жеті қырлы бағдарламасында айтып өтті. Маңызы зор екені айдан анық. Осындай игі жолдарды, осындай игі тарихтарды ұрпақтан ұрпаққа насихаттап отырайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар.